Ұлы ақын Абай Құнанбайұлы адамның адамшылдығы жақсы ұстаздан болады деген. Мынау Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан миллионды Шымкент қаласында номері 90-шы жалпы орта білім беретін мектептің ғимараты дәл осындай жағдайда бірден құрылған жоқ. Мен осы мектепке жұмысқа келгенде бұл мектеп ешқандай жасыл желегі жоқ, қуаң далада жаңадан салынған болатын. Мынау менің идеямен ашылған тарихи өлкетану мұражайында мына суретте көріп отырсыздар, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Нұрлы көш бағдарламасы бойынша тұңғыш рет елімізде көршілес елдерден, алыс жақын шет елдерден қандастарымызға көшіп келуге мүмкіндік туып, Асар мөлтек ауданы құрылды. Құрметті отандастар, қадірменді ағайын, қазақ деген тарыша шашылып дүние жүзіне кететін уақытысы болды, заманы болды. Біз сол тарап кеткен қандастарымызды елге қайтару үшін әдейі жоба жасап, көмек жасап жатырмыз. Ал мектебімізде жалпы оқып жатқан оқушылар бұл Қазақстан Республикасына шет мемлекеттерден, Өзбекстан Республикасы, Түркменстан, Қытай, Түркия республикаларынан көшіп келген қандастарымыз тұрады. Негізінен мектебімізде оқитын оқушыларымыздың 98% осы қандастарымыздың ұл қыздары. Бастапқы кезде әрине қиындықтар болды, себебі ол мемлекеттерде олар сол елдің тілдерінде оқып жатты, әліппесінде оқып жатты. Қанша дегенмен бұл өзінің үлкен бір ерекшелігі болды бәрібір. Міне осы қандастарымыздың балаларына сапалы білім беру мақсатында мен ұстаздық қызметімді оларға қолайлы жағдай туғызудан бастадым. Мұғалімдік мен үшін жай қызмет емес, ол менің жүрек қалауым. Енді тарих пәнінің мұғалімі болу, тарихты білу арқылы болашағым жарқын ете алады деп ойлаймын. Оқушы ол шамшырақ секілді. Оны жаға білу керек ұстаз. Оқи алмайтын оқушы болмайды, оқыта алмайтын мұғалім болады. Мектептегі кез келген салада менің қолтаңбам барына көз жеткізе аласыздар. Мен өз пәнімді өнермен тығыз байланыстырып отырамын. Өз қаржыма материалдар алып беріп, идеямды суретші Таубай Бегімқұловпен бірге жүзеге асырдым. Мынау сол картиналар. Маған осы идеяға түрткі болған атақты суретші Қастеевтің өзіндік суретшілік жолы. Сабақ барысында оқушыларымның сурет өнеріне деген қызығушылықтарын байқап, мольберт жасату туралы идея пайда болды. Материалдарын алып беріп, 30-дан астам мольберт жасаттым. Оқушылардың мольбертте сурет салып, өз қиялдарын өмірге енгізіп жатқанын көріп, өзімнің балалық шағыма оралғандай күй кештім. Мектептегі оқу тәрбие процесін қалыптастыруда көптеген қызықты жағдайлар бастан өтті. Есімде алғашқы ұлттық бірыңғай тесттің нәтижесі бойынша қалада бірінші орынға шығып, осы жаңалықты естіген демеушілер маған 4000 ақш доллары сыйақысын берген болатын. Бұл сыйақыны алып, мен мектептегі оқушылардың өнерімен айналысу үшін музыкалық аппаратура, ұлттық аспаптар, ұлттық киімдер, осылардың барлығын сатып алуға жұмсадым. Қандастарымыздың балалары тарихты және қазақ елінің қандай елдермен байланысты болғанын, ата-баба тарихын тереңірек түсініп, біліп қызығушылықтарын арттыру үшін демеушілердің көмегімен, өзімнің де қаражатыммен түрлі материалдарды алып, Орталық Азия елдеріндегі мектептерде жоқ, ең үлкен алып глобусты жасадық. Сол сияқты дүниежүзі үлкен алып картасын да жасадық. Бұдан басқа қазақ тарихындағы алтын адам, ежелгі дүниедегі екі дөңгелекті арба, орта ғасырлық арбалар, соғыста қолданылған пулемет, велосипед, үлкен шахмат столдарын мектепте соны жасап, біз әртүрлі сабақта оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында түрлі экскурсия сабақтарында ұйымдастырдық. Алдарыңызда тұрған мына қазақтың кәдімгі киіз үйі. Осы дүниелердің барлығын еңбек сабағында оқушылар мұғалімдермен бірге өз қолдарымен тігіп, тоқып шығарды мынаның барлығын. Міне енді біз бұл киіз үйді
мектептің барлық іс-шарасында қолданамыз. Балаларға тарихи, эстетикалық тәрбие беру мақсатында бұл керемет дүние болып шықты. Мұғалім жұмысы үнемі іздену мен шығармашылықтан тұратын болғандықтан, ғылыми әдістемелік жұмыспен де айналысып, 20-ға жуық оқу әдістемелік құралдарын шығарды. Сонымен бірге, мектеп мұғалімдеріне де оқу әдістемелік көмекші оқу құралдарын шығаруға әдістемелік көмек көрсетіп те келем. Бұлардың саны қазір 70-тен асты. Бұл 70-тен астам шыққан оқу әдістемелік құралдар, көмекші оқу құралдары, оқушылардың білім сапасын көтеріп, түрлі байқауларда, ғылыми жобалар конкурсында жеңіске жетулеріне әсерін көптеп тигізді. Демеушілер тауып, мектеп кабинеттеріне, спорт залдарына, мектеп асханасының ас дайындайтын бөлмелеріне бейне бақылау камераларын орнаттық. Бұл балалардың өмір қауіпсіздігі үшін және жеке кодтар арқылы кез келген уақытта ата-аналары балаларының сабақта қалай отырғанын, ашық сабақтарға қалай қатысып отырғанын, спорттық жарыстарға қалай жетістікке жетіп отырғандарын тікелей көру мүмкіндігіне ие болды. Менің бастамам бойынша бұл біздің үлкен мектепте жасаған жетістігіміз болды. Ен далада орын тепкен мектеп айналасын көгалдандыруда оңайға түскен жоқ. Жалпы мектептің ауласына 3000 роза гүлі, раушан гүлдері егілген, 2200-ден астам тал егілген. Талдың 20-дан астам түрлері бар мектебіміздің ауласында. Бұл болашақта үлкен бір саябаққа айналғалы тұр. Және мектеп жанынан демеушілік көрсетіп отыратын демеушіміз Zero Max KZ зауытының директоры Нұржан Қалыбековтың қолдауымен біз мектепте жылыжай құрдық. Сол жылыжайда әріптестерінің шәкірттері биология, химия пәндерінен тәжірибелік жұмыстар жүргізуде. Онда өсірілген гүлдерді біз мектеп ауласына егеміз. Онда өсірілген өнімдерді мектеп үшін пайдаланамыз. Көршілес мемлекеттерден қоныс аударған қандастарымыздың балалары жалпы миллионды қала мектептерінің арасында білім сапасы бойынша жоғары көрсеткішке жетіп отыр. Әсіресе алтын белгі саны бойынша 1000-нан астам оқушыларымыз грант иегері атанды. Аристотель ақыл тек білімнен ғана емес, сонымен қатар білімді өмірде қолдана білуден тұрады дегендей, менің миссиям шәкірттерінің бойындағы түрлі қабілеттерін ашып, ғылымның қыр-сырын үйретіп, өмірде қолданып, ізгі істермен қалатын адам тәрбиелеу. Мен осыған қол жеткіздім деп мақтанышпен айта аламын.